Сіздер білесіздер ме, құрметті бауырлар мен әпкелер, ұлы Алла тағала жаннатты өз құдіреті мен жаратып, оған ұмтылғандар үшін оны әсемдеді. Аллах тағала айтты, ақиқатында мүміндер құтылды дейді. Неден құтылды? Ендеше солардың қатарында болайық. Қараңыздар, тыңдаңыздар соңына дейін. Алланың атымен ант етемін, мен бір хадис туралы қайта-қайта айтқым келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты, дүниеде ең көп қиындық көрген адамдар әкелінеді дейді. Олар аурулармен, қарыздармен, жоғалтулармен, уайым қайғымен өмір сүргендер. Сіз елестете алатын барлық ауырлықтарды бастан өткергендер. Оларды жаннатқа бір-ақ сәтке малып шығарады сонда. Бір-ақ дем, бір қарас. Сонда Аллах тағала олардан сұрайды, сендер бұл дүниеде қайғы енді көрдіңдер ме? Қиындыққа түстіңдер ме? Олар сонда жауап береді, жоқ, уа Раббымыз, өмірімізде ешқандай қайғы қасірет көрмедік, ешқандай мұқтаж болмадық, жаннаттағы бір-ақ сәт бүкіл ғұмыр бойы азапты ұмыттырады дейді. Менің жақсыларым, мұсылмандар, бауырлар, егер осылай ең ауыр сынақ көргендерге берілсе, онда Алла үшін сабыр еткен, намазын тастамаған, жүрегін тазартып жүрген, шынайылық пен тақуалықта өмір сүрген мүміндерге не берілмек, ойланыңыздаршы. Қадірлі жамағат, Алла бұл өмірді бізге жүк немесе жаза ретінде берген жоқ. Бұл өмір мүмкіндік, қабірді нұрландыратын амал жинау мүмкіндігі, қайғы мен қорқыныш жоқ, жаннатқа жақындай түсу мүмкіндігі, Аллаға деген сүйіспеншілікті дәлелдеу мүмкіндігі. Әр намаз міндет емес, Алланың құлына кездесу үшін шақыруы, жақсылар. Әр сынақ жаза емес, жаннатқа көтерілетін баспалдақ. Әр дұға біздің ішкі жүрек шынайы болса, міндетті түрде ашылатын есік. Сондықтан Аллах тағаладан істеріңізден жеңілдетуді сұраңыздар, жүректеріңізді бекем етуді сұраңыздар. Бұл дүниеде де, ақиретте де ең жақсы несібе беруді сұраңыздар. Өйткені кім Аллаға бір қадам жасаса, Алла оған жақынырақ келеді. Кім шынайылықты таңдаса, Алла оның күтпеген есіктерін ашады. Кім сабыр етсе, Алла оны есепсіз сауаппен марапаттайды. Ұмытпаңыздар, мүміндер, біз бұл дүниеде уақытша ғана қонақпыз. Біздің нағыз мекеніміз жаннат. Ендеше соған лайық өмір сүрейік. Алла жақын, Алла жауап береді. Алла құлын ешқашан жалғыз қалдырмайды. Баракаллаху фикум.